Кітап ақылына ақы сұрамайтын ең құнды қазына деген екен түркі жұртының ұлы ақыны ойшыл Әлішер Науаи. Осы сынды кітап туралы бірнеше құнды пікірлерді сіз де жақсы білесіз. Расында, қай ғасырда да кітаптың алатын орны бөлек. Кітап кемелденуге көмектеседі. Қаншама технологиялар шығып жатыр, бірақ бұлардың бәрі кітапты алмастыра алмасы анық. Оқыған адамның күні қашанда жарық. Жақында ғана бір ел бір кітап акциясы бойынша тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 30 кітап рухани мәдени акциясы ұсынған кітаптарды оқуға мен бүгін Нұр-Сұлтан қаласының орталықтандырылған кітапханалар жүйесі номер 5 балалар кітапханасына келіп отырмын. Саламатсыз. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған 30 кітаптың ішіндегі Сәуле Досжанның кітабы бар ма? Иә, әрине бар. Көрсете аласыз ба? Жақсы. Тәуелсіздік. Қастерлім, қасиеттім. Құдіреттім алдында басиетін. Бабаларым жолында болды құрбан, бодандықтың тартқанда қасіретін. Мен жырлайын әр сәтін тыныштықтың, достықтың, татулықтың, туыстықтың. Бостандығым тербеліп бесігінде қайнатай қазанын ырыс құттың. Тәуелсіздік, қастерлім, қасиеттім. Құдіреттім тәу етіп басиетін. Сен дегенде бәрінен баз кешемін, бабалардың орындап өсиетін.